Ішкі кедергілерді қалай жеңіп, толыққанды өмір сүре бастауға болады? Өзіңізді жек көру, кінә сезімі және шектен тыс өзін өзі сынға алу. Бұл стрессті күшейтіп, иммундық жүйені әлсіретеді. Біз өзіміздің ішкі күшімізді толық пайдалануымызға не кедергі келтіретін қарастырайық. Әр қайсымыз өзімізді түрлі кедергілермен қоршап аламыз. Тіпті өзімізбен көп жұмыс істесек те. Бір қабаттан кейін екіншісі. Ескі шектеулер жаңа шектеулерге ауысады. Біз көбінесе өз кемшіліктерімізге қатты көңіл бөлеміз. Оларды ешқашан жеңе алмайтындай сезінеміз. Оның үстіне өзіміздегі кемшіліктерді байқасақ, оларды өзгелерден де іздей бастаймыз. Егер өз сәтсіздіктерімізді әкем тыйым салды деген сылтаумен ақтайтын болсақ, бұл біз әлі де есеймегенімізді көрсетеді. Бірақ ең маңыздысы, сіз бұл кедергілерді бұза аласыз. Мүмкін сіз өзіңіз үшін жаңа әрі беймәлім нәрсені ашасыз. Күн сайын жаңа идеяларды меңгеріп, өткенді артта қалдырып, өміріңізді үйлесімді етуді елестетіп көріңізші. Өмір ағысын сезініп, оны түсіне білгенде, өз жолыңызды таңдауыңыз оңайырақ болады. Энергияңызды өзін өзі тануға бағыттай отырып, мәселелеріңіздің түп тамырын табасыз. Және алға жылжуға не кедергі болып тұрғанын түсінесіз. Өмір әр адамға түрлі сынақтар береді. Біреуге денсаулық мәселесі, енді біреуге қиын қарым-қатынастар, қаржылық немесе мансаптық қиындықтар. Барлық қиындықтардың тұтас тізбегімен бетпе-бет келеді. Алайда, ең күрделі мәселенің бірі неден арылғыңыз келетінін түсінбеу. Егер өзіңіздің мінез-құлық модельдеріңізді мұқият қарасаңыз, олардың бәрі 4 санатқа бөлінетін байқайсыз. Өзін өзі сынға алу, қорқыныш, кінә және реніш. Мен бұларды 4 үлкен кедергі деп атаймын. Қайсысы сізде басым? Менде сын мен реніштің үйлесімі болды. Сізде осы сезімдердің бірнешеуін қатар сезінуіңіз мүмкін. Реніш бұл іште сақталған ашу. Егер сіз ашуды көрсетуге тыйым салсаңыз, ренішті жинақтайсыз. Бірақ біз өз эмоцияларымызды ыңғайлылығымыз үшін елемей тұра алмаймыз. Менде қатерлі ісік анықталғанда, өзіме терең үңілуге тура келді. Мен өзімнің санамда жылдар бойы жинақталған ашу, реніш және өкініш бар екенін мойындадым. Сол кезде мен өзіме: Луиза, сен енді бұлай өмір сүре алмайсың. Өмірді кейінге қалдыруға уақыт жоқ. Қазірден бастап өзгеруің керек, дедім. Сіздің өміріңіз сіздің ішкі сенімдеріңіздің көрінісі. Өзіңіздің өміріңізге қараңыз. Оны қандай сенімдер қалыптастырады? Мұны мойындау оңай емес. Бірақ сізді қоршаған адамдар өзіңіз туралы ойларыңыздың айнасы. Егер сізді жұмыста үнемі сынайтын болса, өзіңізді тым қатал сынайтыныңызды ойлаңыз. Бәлкім сізді бала күніңізде сынға алған үлкендердің мінез-құлық үлгісін қабылдаған боласыз. Өмірімізде орын алатын барлық нәрсе ішкі күйіміздің көрінісі. Қиындық туындағанда кінәлілерді іздеудің орнына өзіңізге сұрақ қойыңыз: менің қандай сенімдерім осы жағдайға себеп болды? Мен саналы немесе бейсаналы түрде осыны лайық көрдім бе? Отбасылық әдеттер мен сенімдер біздің дүниетанымымызды қалыптастырады. Бірақ ата-анамызды қиын балалық шақты немесе қоршаған ортаны кінәлай отырып, біз ескі мәселелердің тұзағында қала береміз. Өзгеріс сіз дәл қазір болашағыңызды жасап жатқаныңызды түсінгенде басталады.
Менің айтқандарымның бәрі сіз әрекет етпесеңіз мағынасыз болып қалады. Өз ойларыңызды, сенімдеріңізді және әрекеттеріңізді өзгерте алатын тек өзіңіз. Ішіңізде өзгеруге дайын күш бар. Оған жол ашсаңыз болғаны. Ішкі үйлесімге оралу. Өзіңізді қайтадан қалай жақсы көруге болады? Бала кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Сіз өзіңізді жақсы көрдіңіз, денеңізді зерттедіңіз және өмір сүрудің өзіне қуана білдіңіз. Балалар эмоцияларын шынайы көрсетеді. Олар бақытты болса, бұл айқын көрінеді. Ал жыласа, оны бүкіл әлем естиді. Олар дәл осы сәтте өмір сүреді. Өкінішке қарай, есейе келе, біз айналамыздан қорқыныш, кінә және сынға алу әдеттерін қабылдаймыз. Егер сізді қатал сын ортасында тәрбиелесе, сіз де сыншыл боласыз. Егер ашуды білдіруге тыйым салынған ортада өссеңіз, оны іште сақтай бастайсыз. Ал ол сіздің денеңізде жиналып қалады. Егер айналаңыздағылар үнемі кінә сезіміне берілсе, сіз де өзіңізді әр нәрсе үшін кінәлі сезінуді үйренесіз. Өсе келе, біз ішкі даналығымызбен байланысымызды жоғалтып, жалған сенімдермен қоршаламыз. Өмірдің қуанышын қайта сезіну және ішкі үйлесімдікті қалпына келтіру үшін осы жалған ұғымдардан арылу керек. Бала кезіңіздегі өзіңізге деген махаббатты еске түсіріңіз. Сіз өзіңізді қандай болсаңыз, солай қабылдадыңыз. Өмірге деген сол таңданысты қайта оятуға тырысыңыз. Өзіңізге не керек екенін ойланыңыз және өз қалауыңызды оң тұжырымдармен қалыптастырыңыз. Айнаға қарап, мен өзімді жақсы көремін және қолдаймын деп қайталаңыз. Осы кезде санаңызда қандай кедергілер пайда болатынын бақылаңыз және жағымсыз ойларға назар аударыңыз. Оларды жеңу, үйлесімді әрі бақытты өмірге қадам жасау деген сөз. Егер сіз өз сенімдеріңізді байқауды және талдауды үйренсеңіз, олар сіздің ішкі еркіндігіңіздің кілтіне айналады. Бұл сезімдер көбінесе 4 негізгі санаттың бірімен байланысты: сын, қорқыныш, кінә және реніш. Бұл эмоциялар көбінесе бала кезімізде қалыптасады және біз оларды әдетке айналдырамыз. Кейбіреулер өмірінде ерекше қиын міндеттерді таңдайды. Бірақ мен сенемін, біз бұл дүниеге бір маңызды мақсатпен келеміз. Қандай жағдай болмасын, өзімізді жақсы көруді үйрену үшін. Басқалардың не айтатыны немесе не істейтіні сізді шектей алмайды. Біз ата-анамыз, достарымыз немесе қоғам қойған шекаралардан әрдайым шыға аламыз. Егер сіз кішкентай кезіңізде мінсіз бала болсаңыз, ата-анаңыздың шектеулі көзқарастарын бойыңызға сіңірдіңіз. Бұл сіздің жаман болғаныңызды білдірмейді. Керісінше, сіз мұғалімнің әр сөзін тыңдайтын керемет оқушы болдыңыз. Бірақ қазір сіз есейдіңіз және өз сенімдеріңізді қайта қарастыратын уақыт келді. Ата-анаңыздың сөздерін өз ойыңыздай қайталай беретін сәттеріңіз болды ма? Олар сізге тамаша тәрбие берді. Бірақ енді өз бетіңізше ойланатын кез келді. Көп адамдар аффирмациялармен жұмыс істей бастағанда ішкі қарсылық сезінеді. Мысалы, айна алдында тұрып, мен сені жақсы көремін деп айтқан кезде ішкі даусыңыз, сен қайда болдың осы уақытқа дейін деп жауап беру мүмкін. Өзіңізді ұзақ уақыт елемей келгеніңізді түсіну ауыр болуы мүмкін. Бірақ дәл осы түсінік бәрін өзгертуге мүмкіндік береді. Біз көбінесе өзімізді бір қателік үшін қайта-қайта жазғырамыз. Бірақ сынның көмегімен ештеңе өзгермейді. Басқаша әрекет етіп көріңіз. Дәл қазіргі күйіңізде өзіңізді қабылдауды бастаңыз.
өзіңізден мінсіз болуды талап етуді доғарыңыз. Біз кімге қарап мінсіз болуымыз керек? Басқаларды қатты сынайтын адамдардың өздері де үнемі сынға ұшырайды. Есіңізде болсын, біз әлемге не береміз, соны қайтарып аламыз. Көп адамдар өзінен қашудың түрлі жолдарын табады. Алкоголь, шамадан тыс тамақтану, темекі шегу. Мұның бәрі өзін кемшілік үшін жазалау тәсілдері. Бірақ сізге кім мінсіз болу керек деп айтты? Бұл талаптар мен күткен үміттер сіздің бойыңызға бала кезіңізде сіңірілген. Бостандыққа ұмтылу, өткенді қалай босатып, өзіңізді жақсы көруге болады. Өзіңізді дәл қазір қандай болсаңыз, солай сүюге шешім қабылдаңыз. Егер сіз әлемге әрдайым сын көзімен қарап үйренген болсаңыз, мейірімді болу үшін біраз уақыт қажет болады. Шыдамдылық танытып, сыни ойларды жылы, қолдаушы ойлармен алмастыруды үйреніңіз. Өйткені сын бұл жай ғана әдет, объективті шындық емес. Өмірді ешкімді айыптамай, әр сәттен еркін ләззат алып өткізу қандай ғажап болар еді. Бұл мүмкін, және бәрі өзіңді сүюден басталады. Әр таң жаңа, ғажайып күннің бастауы бола алады, егер оны махаббат, қабылдау және құрметпен қарсы алсаңыз. Егер сын мен кемсітушілік түсініксіз болса, ал сізді тек қуаныш пен үйлесім қоршап тұрса, қандай күйде болар едіңіз? Бұл шынайы бақыт. Өзгелерге де, өзіңізге де түсіністікпен қарап, әр түрлілікті қабылдаудан бастаңыз. Ішкі тыныштық пен өзіңізбен үйлесімді өмір сүру ең керемет сезімдердің бірі. Егер сіз әр таңды өзіңізге деген сүйіспеншілікпен бастасаңыз, өзіңізбен болудан ләззат алатын боласыз. Өзіңізді жақсы көрген сайын, бойыңыздан ең жақсы қасиеттерді табасыз. Бұл сіз қазір кемшілікті дегенді білдірмейді. Тек өзіңізді жаңа, жағымды қырынан тану мүмкіндігі ашылады. Көбінесе басқалардың ауыр сөздері немесе манипуляциялары бір мақсатты көздейді: сізді бағындыру. Егер біреу сізде кінә сезімін тудырғысы келсе, өзіңізден сұраңыз: бұл адам неге бұлай істеп отыр? Оның түпкі мақсаты қандай? Өз кінәңізді іздеудің орнына оның ниетін түсінуге тырысыңыз. Көптеген ата-аналар кінә сезімін басқару құралы ретінде пайдаланады. Өйткені олар өздері осындай ортада өскен. Олар баланы өзін-өзі төмен бағалауына ықпал етіп, оған өздерінің ішкі сенімсіздігін сіңіреді. Өкінішке қарай, есейгенде де көп адамдар отбасы мүшелері мен достарының басқаруына көнеді. Бұл өзін-өзі құрметтеудің жеткіліксіздігінен болады. Бірақ сіз мұны өзгерте аласыз. Жоқ деп айтуды үйренсеңіз, басқалардың қолындағы қуыршақ болуды тоқтатасыз. Жоқ дегенде сізге ешқандай ақталудың қажеті жоқ. Жоқ, мен мұны істей алмаймын деп қарапайым түрде айту жеткілікті. Себебі ақталу манипуляторға сізді көндіруге мүмкіндік береді. Сіз өз ұстанымыңызға берік екеніңізді түсінген кезде, басқалар сізді басқару әрекеттерін доғарады. Алғашқы жоқ сізде кінә сезімін тудыруы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе ол жойылады. Өзіңізге деген сенімділікті арттырып, жеке шекараларыңызды құрметтеуді үйреніңіз. Сонда өміріңізде үлкен өзгерістер болады. Есіңізде болсын, шынайы еркіндік пен махаббат өзіңізді жақсы көруден басталады. Егер сіз бірдеңе жасап, кейін өкінсеңіз, тоқтаңыз. Бұл кінә сезімінен арылудың алғашқы қадамы. Егер өткеніңізде әлі де өкініш тудыратын әрекеттер болса, оларды түзетудің жолын іздеңіз. Егер мүмкіндігіңіз болса, жағдайды жақсартыңыз.
және қайталамауға тырысыңыз. Кінә сезімінен арылу ішкі бостандыққа қадам. Кінә сезімі сізді билеген сәтте өзіңізге маңызды сұрақтар қойыңыз. Мен өзім туралы қандай сенімдерді әлі де ұстанып келемін? Және мен кімді риза еткім немесе ақтағым келеді? Көп жағдайда кінә бұл балалық шақтан сіңірілген мінез құлық үлгілерінің көрінісі. Осы естеліктерді зерттеңіз. Өткендегі қандай оқиғалар немесе сөздер сізге әлі де әсер етеді? Кінәға бейім адам өзін өзі жазалауға тырысады. Ол бір мезгілде әрі өзіне төреші, әрі жазалаушы болып, өзін айыптаулар түрмесіне қамай бастайды. Біз өзімізге соншалықты қатал қараймыз. Тіпті өзіміздің сынымыздан қорғай алмаймыз. Кінә жүгін босатыңыз. Өзіңізді кешіріңіз. Өйткені сіз бұрынғы қателік жасаған адам емессіз. Сіз өзгердіңіз. Кешірім сіздің энергияңызды босатып, қазіргі шаққа назар аударуға және ішкі тыныштық пен үйлесімге қарай жылжуға мүмкіндік береді. Кінәні жеңу бұл өзін өзі сүюге және еркіндікке жетудің бір қадамы. Өз қателіктеріңізді даналыққа жеткізген тәжірибе ретінде қабылдаңыз және ұмытпаңыз, сіз бақытқа лайықтысыз. Әр күніңіз ішкі күшіңізді сезінумен өтсін. Әр ойыңыз сіз армандаған өмірді құруға қадам болсын. Есіңізде болсын, өзіңіз үшін жасаған әрбір жақсы іс бүкіл әлемге жасаған игі ісіңіз. Махаббат кез келген сұрақтың жауабы. Ол емдейді, өзгертеді және бізге өзімізбен және айналамыздағы әлеммен үйлесімді өмір сүруге мүмкіндік береді. Жарық энергия арнасына жазылыңыз. Шабыт тауып, ішкі үйлесім мен өзін өзі сүюге апаратын жаңа жолдарды ашыңыз.